Кім болсаңыз да мына сөздің мағынасын жақсылап түсініп алыңыздаршы. Өзің үшін өмір сүру деген жеке басың үшін емес, сырттың сөзіне ермей, өзгенің өсегін тыңдамай, отбасың үшін өмір сүр деген сөз. Сол өзің үшін дегеннің ішіне бала-шағаң, күйеуің, әйелің, ата-енең, бауырларың кіреді. Дінде өзің үшін деген сөз бар. Ол айналаңнан алшақтап, жақыныңнан алыстап, тек өзің үшін ғана өмір сүр деген сөз емес. Ол ақыретте өзің үшін жауап бересің. Жақсылық жасасаң да өзің үшін, жамандық жасасаң да өзің үшін. Тек өзің үшін ғана жауап беріп, айналаңдағының барлығына аманат деп қара деген ұстаным бар. Аңқау елге арамза молда көбейеді деген. Сырттың сөзіне еріп, сеніп, жоқ бақытты сырттан іздеп сандалып, қор болмаңыздар. Бақыт өз жандарыңызда, өз отбасыларыңызда тұр. Кеше бір қыз комментарийға: тәте, бақыт тек өзің үшін өмір сүргенде ғана, бала-шаға да, бай да, әйел де, ата, ене де, туған туыс, дос-жаран ешқайсысы қажет емес деп жазып қойыпты. Бұл көргенсіздік, бұл адасушылық, бұл надандық. Психолог жаралы жанның жүрегіне жылы сөзімен емдей отырып, сандалып жүрген адамның санасына түзу бағыттағы дара жолды салып беру керек. Өзің үшін өмір сүрсең өлмейсің, адаспайсың деп жүрген психологтардың аккаунтын осы видеоның және бұдан алдыңғы видеолардың астына белгілеп кетіңіздер. Олар көп асаймын деп боқ асап жүрмесін бір күні.